Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын чак-чак дайындаймыз. Чак-чактың дәл осы рецептін міндетті түрде бізбен бірге жасап көріңіздер. Видеоны қарамастан бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда менің рецепттерімді бірінші болып көресіздер. Ең алдымен чак-чактың қамырын дайындаймыз. 250-300 грамм шамасында ұнға, жарты шай қасық тұзбен, жарты шай қасық ас содасын және 3 жұмыртқаны салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Біздің қамырымыз осындай жұмсақтықта болуы керек. Қамырды қапшыққа орап 20 минутқа тындырып қоямыз. Осы уақыт аралығында чак-чактың сиропын дайындайық. Табаны отқа қойып, 300 грамм қант пен 150 мл суды құйып, қайнап шыққанына дейін күтеміз. Су мен қант қайнап шыққан соң 180 грамм бал саламыз. Балды салған соң, тағы 10-15 минут шамасында ең төменгі отта қайнатамыз. Қамырды 2 бөлікке бөліп, орташа қалыңдықта жаямыз. Содан соң, қамырды видеода көрсетілгендей етіп, кесіп шығамыз. Қамырды дәл осы әдіспен кесетін болсаңыздар, чак-чак біркелкі болып шығады. Қамырды кесіп болған соң, қызып тұрған өсімдік майына жақсылап қуырып аламыз. Чак-чактың артық майларын алу үшін осылай астына қағаз майлық төсеп қойсаңыздар болады. Чак-чактың сиропын құйып, жақсылап араластырамыз. Чак-чакқа өз қалауыңыз бойынша кез келген жаңғақтарды салсаңыз болады. Мен бүгін қуырылған күнжіт пен шержаңғақ салдым. Чак-чакқа форма беру үшін осылай қалыпқа салып, тоңазытқышқа салып қойсаңыздар болады. Біздің бүгінгі өте дәмді болып шығатын шержаңғақ қосылған чак-чагымыз да дайын. Жасап көрсеңіздер, немесе сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Рецепт ұнаған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.